Саламатсыздар ме, құрметті оқушылар. Бүгін 10-шы сыныпқа арналған алгебра және анализ бастамалары пәні бойынша алғашқы онлайн сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі алғашқы сабақтың тақырыбы 7-9 сынып алгебра курсын қайталау. Оның ішінде біз термин, квадрат теңдеу және квадраттық функция тақырыптарын қайталап өтеміз. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты квадрат теңдеу анықтамасын білу, квадрат теңдеулерді шешу және квадраттық функция қасиеттерін білу және графигін салу. Енді осы квадрат теңдеудің жалпы түрін есімізге түсірейік. ax квадрат қосу bx қосу c тең 0-ге, мұндағы a тең емес 0-ге түріндегі теңдеу бізде квадрат теңдеу деп аталады. Мұндағы a бізде бірінші коэффициент, b екінші коэффициент, c бос мүше. Квадрат теңдеу түрлерін есімізге түсірейік. Толық квадрат теңдеу. Толық квадрат теңдеуде бізде a, b және c коэффициенттері де 0-ге тең болмау керек. Келесі толымсыз квадрат теңдеу. Толымсыз квадрат теңдеу дегеніміз a коэффициенті 0-ге тең болмағанда және b мен c коэффициенті 0-ге тең болғанда толымсыз квадрат теңдеу болады. Үшінші жағдай ол келтірілген квадрат теңдеу. Келтірілген квадрат теңдеу дегеніміз a коэффициенті 1-ге тең болғанда, ал b мен c коэффициенттері 0-ге тең болмағанда осы түрдегі теңдеу келтірілген квадрат теңдеу болып саналады. Мына мысалда бізде міне толық квадрат теңдеуді қарасаңдар, мұнда бізде толымсыз квадрат теңдеу түрлері және келтірілген квадрат теңдеу түрлері. Толымсыз квадрат теңдеулерді шешу тәсілден қарастырайық. Бірінші жағдай, егер b коэффициенті 0-ге тең болса, толымсыз квадрат теңдеу түрі ax квадрат қосу c тең 0-ге болады. Екінші жағдайда c коэффициенті 0-ге тең болғанда ax квадрат қосу bx тең 0-ге. Және b мен c коэффициенттері екеуі де 0-ге тең болғанда бізде ax квадрат тең 0 түрінде толымсыз квадрат теңдеу болады. Енді осы толымсыз ax квадрат қосу c тең 0-ге толымсыз квадрат теңдеудің түбірін формуласын қарастырайық. Оның түбірін анықтау үшін біз теңдеудің сол жақ бөлігіндегі c теңдеудің оң жақ бөлігіне өтеді. ax квадрат тең минус c-ға. Енді теңдеудің екі жақ бөлігінде a-ға бөлеміз. X квадрат тең минус c бөлу a-ға. Енді егер бізде минус c бөлу a бөлшегі 0-ден үлкен болса, онда бұл теңдеу түбірінің екі шешімі болады. X бірінші түбірі тең түбір астында минус c бөлу a-ға және X екінші түбірі тең минус түбір астында минус c бөлу a-ға. Ал егер минус c бөлу a бөлшегі 0-ден кіші болса, онда шешімі жоқ. Бұл жағдайда бізде a мен c коэффициенттерінің таңбалары қарама-қарсы болу керек. Екінші жағдай ax квадрат қосу bx тең 0-ге. Бұл теңдеудің түбірін табу үшін сол жақтағы x-ті жақшаның сыртына шығарамыз. X көбейту жақшаның ішінде ax қосу b тең 0-ге. Енді берілген екі теңдеуден x тең 0-ге және ax қосу b тең 0-ді аламыз. Теңдеудің екі шешімі табылады. Бірінші x бірінші түбірі тең 0-ге болады және x екінші түбірі тең минус b бөлу a-ға. Келесі үшінші теңдеуде ax квадрат тең 0-ге болғанда, біз теңдеудің екі жақ бөлігінде a-ға бөліп жібереміз, сонда бізде x квадрат тең 0-ге болады. X квадрат тең 0-ге болған жағдайда бізде бір ғана түбірі, ол x бірінші және x екінші түбірлер бір-біріне тең болады да, және тең 0-ге. Жалпы енді квадрат теңдеуді шешу. ax квадрат қосу bx қосу c тең 0. Бұл квадрат теңдеуді шешу үшін біздермен алдымен дискриминантты табуымыз керек. Дискриминант бізде тең b квадрат минус 4ac-ға. Енді дискриминанттың үш түрі болады, үш жағдайын қарастырамыз. Бірінші жағдайда дискриминант егерде кіші 0-ден болса, онда бұл теңдеудің түбірі жоқ. Егер дискриминант 0-ден үлкен болса, онда теңдеудің екі шешімі болады. X бірінші және X екінші түбірлері бізде тең минус b плюс минус түбір астында дискриминант бөлу 2a. Осы формуланы пайдаланып түбірлерін табамыз. Үшінші жағдай дискриминант тең 0-ге болса, онда ол теңдеудің бір ғана түбірі болады. То есть x бірінші және x екінші түбірлері тең минус b бөлу 2a.
Енді балалар, сіздерге тапсырма. Мына квадрат теңдеулерді шешіңіздер. Сендерге 3 теңдеу беріліп тұр. Бірінші теңдеу x квадрат минус 70x қосу 600 тең 0-ге. Екінші теңдеу 3x квадрат минус 18x плюс 27 тең 0-ге. Және үшінші теңдеу x квадрат қосу 15x қосу 100 тең 0-ге. Мына дескрипторды пайдалана отырып, сендер осы теңдеулерді өздеріңіз шешіп көріңіздер. Ал енді осы теңдеудің жауабын қарастырып кетейік. Бірінші теңдеуде x квадрат минус 70x плюс 600 тең 0-ге. Алдымен біз термин коэффициенттерін анықтаймыз. Бірінші a коэффициенті бізде тең 1-ге, b коэффициенті минус 70-ге, c коэффициенті тең 600-ге. Енді дискриминант табу үшін дискриминант бізде тең b квадрат минус 4ac. Сонда дискриминант есептеген кезінде бізде орнына қойып 2500 шықты. 2500 ол бізде 10 сан. 10 сан болса, онда дискриминант 10 сан болғандықтан теңдеудің екі түбірі болады. X бірінші түбірі тең минус b плюс түбірасында дискриминант бөлу аға есептегенде 60 шықты. X екінші түбірі бізде минус b минус түбірасында дискриминант бөлу 2a формуласы бойынша түбірі 10-ға тең. Сонда жауабы бізде бұл теңдеудің екі түбірі бар, 60 және 10. Екінші теңдеуді қарастырып жүрейік. 3x квадрат минус 18x плюс 27 тең 0-ге болғанда a коэффициенті тең 3-ге, b коэффициенті тең минус 18-ге, c тең 27-ге. Дискриминантты есептесек, дискриминант бізде сонда тең 0-ге шықты. Егер дискриминант 0-ге тең болса, онда бізде теңдеудің бір ғана түбірі болады. X бірінші және X екінші түбірлері тең 3-ге. Сонда жауабы бізде 3. Үшінші теңдеуді қарастырайық. X квадрат қосу 15x қосу 100 тең 0-ге болғанда a коэффициенті тең 1-ге, b коэффициенті тең 15-ге, c коэффициенті тең 100-ге. Дискриминант есептейтін болсақ, дискриминант бізде минус 175 шықты. Көріп отырғандай, бұнда дискриминант кіші 0-ден. Ол теріс сан шығып отыр. Егер дискриминант кіші 0-ден болса, онда ол теңдеудің түбірі жоқ. Сонда жауабы бізде түбірі жоқ болады бұл теңдеудің. Жақсы, келесі енді квадраттық функция дегеніміз не екенін есімізге түсірейік. Мына ax квадрат қосу bx қосу c квадрат үш мүшесін функцияға ретінде қарастырсақ, y тең бізде ax квадрат қосу bx қосу c, мұндағы a коэффициенті 0-ге тең емес, түрінде берілген функция квадраттық функция деп аталады. Мұндағы бізде a, b және c ол кез келген нақты сандар болып келеді. X ол бізде тәуелсіз айнымалы деп аталады, ал y тәуелді айнымалы. Енді осы квадраттық функция графигі өздерің білетіндей ол парабола болады. Бұл парабола бізде тармақтары жоғары бағытталған, немесе төмен бағытталған болады. Қай жағдайда бізде тармақтары жоғары бағытталады, немесе тармақтары төмен бағытталады. Егер a коэффициенті бізде 10 сан болса, 0-ден үлкен болса, онда ол парабола графигі тармақтары жоғары бағытталған парабола. Ал егер a коэффициенті теріс сан болса, онда функция графигі бізде тармақтары төмен бағытталған парабола болады. Енді осы y-тен ax квадрат қосу bx қосу c квадраттық функция графигі парабола болатынын есімізге түсірдік. Осы параболаның төбесінің координаталарын табуға арналған формула бар. Сол формуланы есімізге түсірейік. O нүктесі бізде mn координатасымен парабола төбесінің нүктесі. M нүктесін табу үшін m тең минус b бөлу 2a. Ал n нүктесінің координатасын табу үшін ол тең ax квадрат қосу bx қосу c. Міне осы формуланы пайдалана отырып, біз берілген квадраттық функцияның парабола төбесінің координатасын табуымызға болады. Ал енді тапсырма. Суретте көрсетіп тұрғандай сендерге парабола графигі берілген.
Квадраттык функция графиги боюнча функциянын мәндери терис болатын аргументтин барлык мәндерин табыңыздар. Бизге функциянын мәндери терис болатын аргументтин барлык мәндерин табуу керек. Суретке карап көрсек, онда онун жабабы бизге 0-ден 4-ке дейин аралык. Функция графигинде бизге 0-ден 4-ке дейинки аралыкта функциянын мәндерин терис мәндер кабылдайды. Келесі тапсырма. Квадраттык функция графиги боюнча функциянын мәндери терис эмес болатын аргументтин барлык мәндерин табыңдар дейт. Мында да суретке карайбыз. Бизде график тармактары төмен багытталган парабола берилген. Енді осы парабола суретіне карап, функциянын мәндери терис эмес болатын аргументтин барлык мәндерин табуу керек. Көрүп отургандай, бизде OX өзүнүн жогорку жагында функциянын терис эмес мәндери жатат. Ол OX өзүнүн 0-ден 4-ке дейинки аралыкта. Жакшы, ал энди балдар, силерге кери байланыска мындай тапсырма. Биринчи тапсырмада теңдөөлөр чечүү керек. Эки теңдөө. Бул теңдөөлөрдү квадрат теңдөөгө келтирип, онун түбүрлөрүн табасыңдар. Экинчи тапсырма. Функциянын графигин салыңдар және бар болгон жагдайда онун эң үлкен немесе эң кичи мәнин көрсөтүңөр. Берилген функцияларды силер графиктерин саласыздар және осы график боюнча функциянын эң үлкен және эң кичи мәндерин көрсөтүү керек. Ал жакшы, осы менен сабак аякталды. Келесі кездескенче сау саламат болуңдар.